Так, кеш жарық барлықтарыңызға. Кеш жарық. Так, сәлем кеш жарық. Қыздар, бүгін сіздерге бұйырса, жаңа компания туралы айтып өтетін боламыз. Сол үшін міндетті түрде эфирді соңына дейін тамашалаңыздар. Мүмкін эфир сақталмай қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде эфирді соңына дейін тамашалаңыздар. Сосын мына жерде кім бар біздерден? Coral Club деп көп қыз кіріп жатыр екен. Өтініш чаттарға барып эфир басталған айтып шықсаңыздар, қыздар. Айнұр ханым, чаттарға барып эфир басталған айтып шыға қойыңыз. Срочно. Так, қыздар, біздер деген осымен бір 5 күндей болды. 5 күндей болды. Біздер жаңа компанияға көштік. Бүткіл командамызбен, оның ішінде 80% бізбен бірге келді. Аллаға шүкір, 20% қызымыз сонда қалды. Себебі феберлікке қалғысы келді, жұмыс жасағысы келді. Ары қарай жалғастырғысы келді өзінің бизнестерін. Енді қыздар, мен айтатын болсам, қазір өте жақсы командамызға мықты директорлер келіп жатыр даже. Өйткені действительно бұл жерде жақсы ақша төлейді компания. Қазір не үшін екенін айтамын, не үшін жақсы ақша төлейтінін. Тезірек адамдар қосылып алса эфирге. Кеш жарық барлықтарыңызға. Не жөнінде компания? Бұл Coral Club деген компания, американский, яғни элитный компания, Канаданыкі. Өте мықты компания. Қазір біз сол туралы айтып өтеміз, және менің 2 мықты директор қызым қосылатын болады. Ары қарай өздерінің осы компания туралы білетіндерін айтатын болады. Сол үшін міндетті түрде эфирді соңына дейін тамашалаңыздар. Так, кеш жарық барлықтарыңызға. Кеш жарық. Гүлнара ханым, эфир басталды деп айтып келе қойсаңыз, срочно. Так, қыздар, мына жерде бар ғой, бізде уже команда болып, біздер реклама жіберуді бастап кеттік. Яғни 500 балмен директор. Всего лишь 500 балмен директор. Бұл компания негізі әлемде 22 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан компания. Бұл миллионер шығаратын, миллиардер шығаратын компания. Осы Қазақстанда 15 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Әр қаламызда біздің Coral Club'тың офистері бар. Әр қаламызда. Кейбір үлкен қалаларда тіпті 2-ден 3-ден офистер бар, Кеш жарық. Және де осы Қазақстанда 15 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Coral Club компаниясы Қазақстанда 15 жылдан бері бар. Бірақ олар тек қана адам емдеумен айналысқан. Адамды лечить етіп жүре берген. Адамды емдеумен айналысқан, Ал енді біздер план-маркетингті көрсетіп жатырмыз, жарыққа шығарып жатырмыз. Бұл жерде план-маркетингпен жұмыс жасауға болатынын көрсетіп жатырмыз. Так, Гүлжан ханым қосылыпты. Гүлжан ханым, қазір скоро сізді эфирге қосатын боламын. Және онымен қоймай, қыздар, Coral Club'ты жаңағы план-маркетинге шығып қоймай, жарыққа көрсетіп қоймай, онлайн версияны алып келіп жатырмыз. Сол үшін ойланып жүрген ханымдар болса, міндетті түрде қазір бастан өзіңіздің бизнесіңізді құрып алыңыз. Так, кеш жарық. Так, қыздар. Көптеген қыздар қосылып жатыр екен. Кеш жарық. Чаттарға барып, эфир басталған хабарлап келе қойсаңыздар, қыздар. Қыздар, бұндай шешімге не үшін келгенімізді айтып өтейін. Мысалы, осында Айман деген осындай Coral Club туралы рекламаны көріп қалады да, сосын ары қарай YouTube-тан зерттейді. YouTube-тан зерттей отырып, ұнатып қалады. Сосын кейін маған айтады, Шолпан, қарашы, мына жерде прям план-маркетинг қараш, күшті екен. Мен мән бермедім, 2-3 күн мән берген жоқпын. Себебі өзі енді қырып жойып фебрикте жұмыс жасап жүрдім ғой. Сосын мән берген жоқпын. Содан кейін Айман қоймай айтқаннан кейін кішкене қарап бастадым. И действительно продукциясы туралы күшті видеолар көріп, прям андай ойым өзгере бастады. Сосын 3 күн аяқтай жүріп, біздер офиске барып зерттедік. 3 күн жүріп зерттедік осы Атырау қаласында.
Енді ана жерде действительно адамдарды лечить еткені көрініп тұр да, адамдар тек емдеумен айналысқан. Біз план маркетинг туралы сұраймыз, иә? Біз план маркетинг туралы сұраймыз, а олар уже продукция туралы айтып кетеді. Қай жерге қандай пайда, қанша адам емделген, бәленің адамды емделген. Мысалы, болады ғой, ана адамдарды бәлен миллион теңгемен шетелге барып емдейтін, вот сондай адамдарды емдегенін кәдімгі күшті жаңа пример көрсетіп, иә, қай продукция қандай затқа пайдалы екенін, қалай очищение жасайтын, сол туралы қайтып айтып берді. Енді біздер конкретно продукциясына сындық, бірақ продукциясы қатты ұнады, иә. Содан кейін мен ойландым, Айман айтқаннан кейін, Айман ұсынысын айтқаннан кейін ойландым, действительно Айман айтып отқан дұрыс. Денсаулық всегда адамға керек. Біз мұнда командамызбен келетін болсақ, бұл жерде пассивный доход бар. Мысалы, бір адам бүткіл ішіне очищение жасайды, бірінші курстан өтеді, екінші курстан өтеді, үшінші курстан өтеді, ары қарай қай жері ауырады, сол бойынша лечить етеді. Одан коралловый су, майын, коралловый ма, сол бар. Вот сонымен тірі су, яғни өмір бойы ішіп жүреді оны, тірі суды, иә? Значит, деген бұл жерде действительно пассивный доход бар. Ертең бүткіл адамды тіркеп тастасақ, олар заказ салып отырады. Заказды әр адамнан какой-то процент түсіп отырады, 10%, 8, 5 тоқтамай түсіп отырады. Сол үшін мен бұл жаңағы жобаға қатты қызығып бастадым. Сөйтіп жүріп онлайн 2 күн зерттедік. Онлайнда жаңағы наставник іздедік. Прям жақсы наставник, иә, жаңағыдай информация бере алатын, план маркетинг жақсы түсіндіре алатын, және онымен қатар продукцияны да жақсы түсіндіре алатын. Сөйтіп біз 2 қызды тапқан болатынбыз. Солармен бірге қазір жайлап жұмысымызды бастадық. Но уже бізге бас жағын көрсетті, ары қарай уже жақсы іліп алып кеттік, иә. Қазір Аллаға шүкір, уже командамызда 300-ден көп адам жиналып қалды. Жақсы әрекеттену үстінде. Так, мұнда кім бар қазір, 1 минут. Гүлжан, Бақытгүл бар екен, Бақытгүл, эфир басталды деп бүткіл чатқа жіберіп шыға ғой, иә? Эфир басталды деп. Так. О, Валентина ханым кірді. Енді қыздар, мен сіздерге айта кететінім, иә? Бұл жерде басқа компаниядағы сияқты 50 балл жасаймыз, болды. 50 балл, это всего лишь 25 мың, 30 мың теңге болды. 50 балл жасаймыз. Біз 50 балл жасаған үшін бізге уже компания ақша төлейтін болады. Сонда сіз всего лишь 10 адаммен, өзіңізді қосқанда 10 адаммен сіз директорсыз. Сізге уже 60 мың, 70 мың теңге зарплата түседі. Түсінікті ғой, да? Егер сіз деген 1000 теңге, 1000 балл жинайтын болсаңыз командамен, сізге уже 100-120 мың теңге зарплата түседі. Ал сіз 2000 балл жинайтын болсаңыз, сіз уже золотой директорсыз. Сізге золотой директорде 200 мыңға жоқ зарплата түседі. Сонда всего лишь 2000 балл. 2000 балда любой 4 қызың сізге келіп 500 балда жасап береді. Любой қыз. Көрдіңіз ба? Қандай жеңіл план маркетинг. Енді даже бұл жерде қыздар премиялар өте жақсы, андай 300 мың, 200 мың, 500 мың деп отырмайды. Резко сразу 13 миллион 750 мың теңге. Премиясының өзі прям супер. Да, қыздар? Премия. Ойлайтын боларсыздар, иә, компания не үшін жақсы ақша төлейді деп. Айтайын. Бұл компания Американыкі. Америка даже далада жатқан бомждарына дейін пособие төлейді. А оның қасында біз бизнес-партнермыз. Вот. Поэтому Америка өзінің бизнес-серіктестеріне, өзінің келген адамдарына зарплатын жақсы төлейді, ұмытпаңыздар. Поэтому бұл жерде зарплата да өте жоғары. Өте жоғары. Және премиялары да өте жақсы. Және системасы өте жақсы жасалған система. Мен мына бинар деген сөзді түсінбеймін, ол не екенді, себебі мен особо сетевойдың прям мықты сетевик емеспін ғой. Енді осы февральге келіп мен алғашқы сетевоймен айналыстым да. Поэтому бинар деген мына екі
екі линия андай бірге ұстау керек деп солай болар, вот мынау бинар емес, классика, яғни қай жерге тіркесеңіз де өз еркіңіз адамдарыңызды. 2 линия ашасыз ба, 3 линия ашасыз ба, 1 линиямен отырасыз ба, барлығы өз еркіңіз. Сол үшін бұл жерде система өте әдемі жасалған. Бұл жердің системасы өте әдемі. Және бұл жерде бір жақсысы, сіз только потребитель болып келіп тек қана 12 балл жасап 8 мыңға заказ алатын болсаңыз, сіздің астыңыздағы заказ салған 50 балл салған адамның товар оборотына 10% сізге зарплата болып құйылады. Вот даже потребительдерді ренжітпейді. Самый күшті компания, да? Системасы өте бөлек, системасы өте әдемі жасалған. Действительно мықты компания. Енді қыздар қараңыздар, бұл жерде осы Coral Club компаниясында самый әлемдегі ең керемет 2 байлық осы Coral Club'тан табасыңдар. Ең керемет байлық, 2 байлық осы Coral Club'та. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық әрине ақша, дәулет. Кешірім сұрайын. Екінші байлық дәулет. Яғни бірінші денсаулығыңызды түзей отырып, екінші өзіңіздің өміріңізді өзгертесіз. Болашағыңызды, балаларыңыздың болашағын әдемі етіп жасайсыз осы жерден. Сол үшін бұл Coral Club компаниясына егер сіз осында тіркеліп жұмыстанып жатқан болсаңыз, сіз өзіңіздің командаңызға адам шақыратын болсаңыз, түкте қиналмайсыз. Неге? Өйткені денсаулық любой адамға керек. Мынандай жақсы план маркетинг бар, жақсы система любой адамға керек. Мынандай керемет миллиондаған зарплаты, ай сайынғы беретін зарплатысы любой адамға керек. Және зарплатасы өте жоғары, жақсы, көңілге қонымды. Жоқ, мен адам тіркей алмаймын. Сізді көргенім қуаныштымын. Мен де қыздар сіздерді көргеніме қуаныштымын. Міндетті түрде эфирді соңына дейін тамашалаңыздар және чаттарға хабарлаңыздар. Надо будет мына осы эфирдің ссылкасын алыңыздар да сразу статустарыңызға қойып тастаңыздар, Енді қыздар, мен айтатын болсам, Фаберликтен не үшін кеттім? Фаберликтен не үшін кеткенімді айтайын. Так, мына Coral Club компаниясы элитный компания, Канаданыкі, яғни Американыкі, Жапония, Америка, тағы да басқа 7 мемлекеттің бірігіп қосылып шығарған компаниясы. Бұл компанияны шығарған мақсаты адамдарды емдеу мақсатында. Мына жерде мен кеше алдыңғыны мен сторис салдым, байқаған боларсыздар. Менің бір подружкам жаңағы бухгалтер болып жұмыс жасадық. Ол мен Атырау қаласындағы офисте жұмыс жасасам, ол Ақтау қаласындағы офисте жұмыс жасады, финансовый директоры. Сол айтады да, просто әңгіме айтып отырмыз. Сосын, Шолпан, сен басқа компания көшіп жатыр екенсің, давай мені тіркеп таста, мен мына компанияны жақсы білем. Просто мен таблеткаларын жаңағы баттарын қолданғам, эрозияны мен операциясыз осыны емдеп шықтым дейді. Просто действительно операциясыз емдеп шықтым деген сөзі одан сайын мен жаңағы көңілімді андай одан сайын жаңағы сенімді бола бастадым да продукцияларға. Себебі даже біздің командада Валентина ханым бар, білесіңдер, 15 жыл бұрын бекен осы Coral Club'тың жаңағы несімен, емдік шөптерімен мен жаңағыдай аяғым жазылып жаңағы емдеп шыққанмын дейді. Сол себепті уже оказывается Coral Club'тың продукциясын барлығы білет, көп адам білет, көп адам таниды екен. Но просто бұл жобаға, бұл Coral Club'қа сетевой ретінде қарамаған екен ешкім. Вот енді біз сетевойды алып келіп жатырмыз. Сонымен қатар денсаулықтарыңызды жақсылап тұрып емдеп, міндетті түрде миллионер атаныңыздар. Бұл не только миллионер, миллиардер шығаратын компания. Және қыздар, жаңа неден кеткен себебі, мысалы, Фаберлик компаниясында айтады, көп 100-ден аса SMS келді менің жаңағы директіме, сіз неге осындай доходпен сіз қалайша
бүткіл командаңыз алып Coral Club'қа кетіп қалдыңыз. Сіз білесіз бе, сіз 800 мың зарплата алып отырсыз, ол деген көп ақша. Даже Тәжікстаннан золотой директор шықты маған. Қалай сіз рисковать етіп кеттіңіз? Сізді Португалия күтіп тұрды ғой, сіз еще осындай зарплата алып отырсыз, сіздің командаңыз совсем үлкен ғой, не үшін кетіп қалдыңыз дейді. Енді не үшін кеткенімді айтайын. Например, Аллаға шүкір, бриллиантовый директормын. Астымда даже рубиновый директор бар, золотой директор бар, серебряный директордың бірнешеуі бар, 50 шақты директорым бар, Аллаға шүкір, Фебель компаниясында. Олардың көбі, почти 80% быстрый стартпен премия алды, яғни двойной премия алды. Және көп деген қызым зарплатаға шығып, жаңа 50 шақты қызым кәдімгідей доғырға отырып, официально зарплата алып отырды 21 күн сайын. Соның ішінде 2 қызым декретный бонус алып отырды. Соның ішінде 2 қызым офис ашқан болатын. Жақсы көрсеткіш, прям супер көрсеткіш. 2 жылдың ішінде осындай керемет іс тындырылды. 50 шақты қызым зарплата алып отырды. Но ол 50-ден де басқа менің 2000 қызым бар. Менің басқа да қыздарым бар. Солардың зарплата алғандарын қаладым. Хоть всего лишь 600 балмен анда лидер болып, какой-то 10-12 мың зарплата алып отырғанша, жыл бойы 9% отырғанша, лучше мында келіп, всего лишь 500 балмен 60 мың, 70 мың зарплатасын алып отырсыншы, деп команда үшін рисковать етіп келдім. Вот. Мысалы, менде мынандай случай бар да, мысалы, менде көбіне жас аналар бар, көп балалы аналар бар да, өздері квартирада тұрады. Үйде отырып, баламен жақсы бір іспен шұғылданғысы келеді, осындай бизнеспен. Аха, хорошо, шұғылдансын. Но бірақ барлық жағдайын істеп жатыр, бүткіл рекламасын жіберіп жатыр, жаңағы мотивациясы бар, командасымен жақсы жұмыс жасап отыр, чатымен жақсы жұмыс жасап отыр. Но бірақ өспей жатыр. Неге? Өйткені 2-ның бірі Фебелікте тіркеліп қойған. Вот. Потом, чем қазіргі Coral Club'пен салыстырғанда өте қиындау кішкене системасы. Ол үшін жестко жұмыстану керек, вот сонда директор болады. Поэтому мен көп қызымды алып, осы Coral Club'қа келдім. Просто 500 балын жасап, 60 мың, 70 мың зарплата алып, өзінің квартирасын төлеп отырса да, балдарына тамағын беріп отырса да, жақсы жерде жұмыстансыншы деп. Кезінде дофига 9% қыздарым кетіп қалды. Қазір барлық кезеңмен келіп жатыр. Ол қалай? 500 балмен директор болу. Сонда 50 балсы, сонда всего лишь 25 мың 30 екен, мен тіркеңізші, қалып қоймайыншы. Мына күшті компания сияқты ғой, мен план маркетинг қарадым, сіздің неңізден жаңа мен сториске ссылкасын қойып қойдым ба, жаңағы ненің план маркетингтің. Содан мен қарап шықтым, прям ұнап жатыр, мен тіркеңізші деп қаншама қызым келді. Офисте отырған қаншама қызым келді. Түсінесіңдер ме? Вот. Команда үшін бір жаңа тың дүние болды. Команда үшін прям өте жақсы кәдімгідей осы жаңа компания келгеніміз өте керемет шешім болды. Бұл Coral Club компаниясы. Coral Club компаниясы бұл элитный компания, Канаданыкі. Бұл жерде өте жақсы төлейді, доход өте жақсы. Премияның өзі 14 миллионнан басталады. Яғни 13 миллион 750 мың теңге. Және ұмытпаймыз, бұл компанияда недвижимость бар. И бұл компанияда машина бар. Бұл компанияда миллионнан, яғни 14 миллион, 16 миллион, жаңағы 20 миллион, ең вершинада тұрған, яғни 10 жылда мастер, 44 миллион теңге табыс бар. Бұл премия, и то ол зарплаттан бөлек. Енді зарплатын айтайын. 10 жұлдызды мастер боласыз ғой, например. 10 жұлдызды мастер. Өте керемет план маркетинг. Вот, видишь, қыздар қарап шығып жатыр. 10 жұлдызды мастер боласыз ғой ертең.
10 жұлдызды мастер кезде сіздің ай сайынғы доходыңыз 50 миллион теңге болады. Сонда каждый ай сайын 50 мың түсіп отырады. Миллионер емессіз, уже миллиардерсіз сіз уже. Көрдіңіз бе? Мына Америкада уже Coral Club'тан әбден мықты байып кеткен адамдар өте көп. Америка, тағы басқа, мына именно осы Coral Club'ты жұмыс жасап жатқан план маркетингті білетін. И то әлі онлайнда алып келген жоқ олар. Ал енді қыздар, қараңыздар, қазір мен сіздерге тағы айтып өтейін. Мына мысалы Фебеле компаниясында мен жұмыс жасап отырдым ғой, үлкен командам бар, Аллаға шүкір, ауызбіршілігі мықты, прям такой жақсы, кәдімгі керемет бірге жұмыстандық, және де даже новичокпен де сөйлесіп кетемін, оның ішінде лидерлермен де сөйлесем, барлығына постараюсь уақыт табуға. Сонда менің бір лидер қызым болды да. Лидер қызым зарплатаға жұмыс жасағым келеді дейді. Бір бөлмелі сарайды жалдап тұрады. 4 баласы бар. Мен жаңағы реклама үйретейін деп ойымда ештеме жоқ, видеозвонокпен соғып қалдым. Сөйтсем, ана сарайы потологы баяғы ағаш, араларында шөп-шөп, ағаш шөп-шөп. До такого сондай сарайда тұрып, осы бизнесті бастағысы келіп отыр да. Ал енді мен ананы көргеннен кейін полностью көмектескім келді. Прям енді 4 баламен квартираны, сарайды қаншаға жалдап отырсың десем, 25 мыңға дейді. Жақсы, бұйырса директор болып, керемет жағдайын жасап, андай балалардың болашағын жасап, керемет үй алуыңа тілектеспін. Давай мен барып салып көмектесем дедім. Хорошо, көмектесіп жатырмын. Ну, почему-то не получается. Почему-то. Адам тіркеп жатыр. Тіркеледі, именно каталог жалатын кезде заказ салмай қалады. Вот сондай случай кезде 125 балл жиналды. Сосын ол 6%-ке шыққысы келді. Шолпан ханым, мен деген қарызға ақша сұрап қойдым. 75 балды сатып алайын деп едім. Мен сізге қазір 18 мың теңге ақша аударып жіберем деді. Жақсы дедім. 18 мың аударып жіберді. Ал енді мен қандай күйде болғанын білсеңдер ғой. 25 мыңға квартира жалдап отыр. 18 мыңға маған видео алып бер дейді. Инфопродукты. 75 балл сатып алып бер, мен 6% болайын деп едім дейді. Көзі бал жайнап отыр, мен 6% боламын. Ал егер мен оның видеосын алып беретін болсам, ол 1 айлық квартирасының ақшасы почти. Ал егер мен алып бермейтін болсам, оның бүткіл алдына қойған мақсатын, сенімін, ол директор болам деген үмітін бәрін бір күнде өшіріп тастаймын. Ойлап қараңыздар. 2 оттың ортасына қалдым, конкретно. Мен оған видеосын алып беруім керек па, 75 балл? Алып бермеуім керек па? Алып берсем, совесть мазалап жатыр мені. Себебі 25 мыңға квартира жалдап отыр, 4 баласымен, күйеуінен ондай толқы жоқ адамда, например. Ал алып бермесем, оның бүткіл үмітін өшіріп тастаймын мен. Мен оған қазір айтатын болсам, жоқ, сіз алмаңыз, ақшаңыз далаға кетіп жатыр. Оны лучше өсіп алғаннан кейін барып 9%-ке жақындаған барып сала қойыңыз үйлі балыңызды. Пока что команда жинап алайық десем, оның сөзге түсінбейтін көріп тұрмын. Себебі ол прям 6%-ке шығам, мен старший консультант атанам, мен жаңа бизнесті бастадым, мен бірдеме айналысып жатырмын деп бір үлкен үмітін мен өшіріп алатын болдым. Енді ойланыңыздар, мен ол адамға видео алып бердім ба, алып бермедім ба? Сондағы всего лишь 6% болған жағдайда оған түсетін 2-3 мың теңге. Ары кетсе 4 мың теңге жақсы. Ал енді ойланыңыздар, мен ол кісіге алып бердім ба видео, алып бермедім ба? Ол тауарлай алайын десе, ақшасы жетпейтін болды, поэтому видео алам деді. 6%-ке жету үшін 75 балл керек болды. Ойланыңыздар, алып бердім, алып бермедім ба? Енді вот
сондай қыз келіншектер мына осы керемет жобаға келіп, осы жерде жақсы ақша тапсыншы деп, прям барлығын рисковать етіп келдім. Бір күннің ішінде кәдімгі тауға барып кеттім. Неге? Бүткіл жаңа алып отырған жалғыз доходым, если честно, осы фебрикте менің жалғыз доходым осы алып отырған 700-800 мың теңге. Барлығын ысырып тастадым, зарплатымды. Португалияны ысырып тастадым. Ертең Бурабайға баратын едік, Бурабайды да ысырып тастадым. Мудрый шешім қабылдайын дедім де, бір күннің ішінде Айман екеуміз пытырлатып көшіп келдік Coral Club'қа. Енді бұл жерде Coral Club'та деген тіркелген адамның эмоциясын көрсеңіз ғой, үлгере алмайды. Біреу тіпті ана денсаулығын жаңағындай денсаулығына ойлап, андай прям жаңағы мынандай зат керек, как раз менің осындай балам осындай ауыратын еді, алапес осындай, прям мамам давлениесі бар еді, күшті болды деп, мына жақта біреу план-маркетинг қандай күшті, мен квартирада тұратын едім, осы жерде мен мастер болам, үй алам, не деген керемет, прям керемет эмоцияны көрсеңіз ғой чаттардағы. Шолпан ханым, Алла разы болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Аумин, ризамын сізге Шолпан ханым. Тәуекелшілсіз, риск керек всегда. Керемет шешім, мықты шешім. Ең мықты командамыз, ол туралы айтамын қазір. Алланың нұры жаусын дейді. Рахмет қыздар. Енді қыздар қараңыздар, қазір бар ғой, мысалы, сіз әлі Coral Club'қа тіркелмеген боларсыз, сіз қазір қарап отырсыз менің эфирімді. Сіз қазір келіп эфирден кейін тіркелетін болсаңыз, сіз бір адамды тіркеңізші. Ол бір адам ертең өзімен бірге үйіндегі 10 ауруын құшақтап алып келеді. Мынаның бірдемесі бар, мынаның бірдемесі бар, ананың аяғы ауырады, мынаның остеохондрозы бар, бірдеме бар деп. Болды, уже директорсың. Все. Сен жаңа бір қыз тіркелсінші. Өзімен 4 көршісін 5 ағайын алып келеді. Бітті директор. Сатып алып 70 доход. Таза доход. Вот, компания болса осындай болу керек. Вот, көрдіңдер ма? Сол үшін қыздар, қазір бастан ең күштісі, қыздар, ең күштісі, самый күштісі, қазір конкурент жоқ. Coral Club'қа кіріңізде, тіркеліңізде, еркін самғаңыз. Ешкім тіркелмеген әлі. 99,99% әлі Coral Club'қа тіркелмеген. Любойын жақсылап тұрып, миын ашып информацияны құятын болсаңыз, сразу ойланбастан тіркеледі. Неге? Өйткені денсаулық керек любой адамға. Мынандай жақсы доход керек любой адамға. Поэтому ол адам Coral Club'қа жақсы келеді. Но только дұрыс информация беріп білуіңіз керек. Нақты. Сосын қыздар кеше білесіздер чатта күшті обучение үйреттім сендерге, рекламаны. Рекламаны үйреттім. Рекламаның қыр-сырын енді жетік меңгергенмін. До такой степень жетік меңгергенім сонша, таргетологтардың барлығы даже көбі почти менен келіп жаңағы информация алатын. Менен келіп сұрайтын, мынандай жерде мынандай ма, мынандай жерде мынандай ма, таргетологтардың өзі менімен деген. Неге? Өйткені ең бірінші осы фебрикке кірген кезде, білесіздер, көбіңіз фебрикке тіркелген кезде жаңағыдай менде наставник болған жоқ, директор болған жоқ, особо ешқандай команда чат болған жоқ. Самостоятельно бастадым, ютубтарды қарап, инстаграм қарап, план-маркетинг зерттеп, сөйтіп өзім бизнесін құрған болатын фебрикте. Оны жақсы білесіңдер. Сол кезде мен бір рекламаны жіберу үшін кешкі 8-ден таңғы 4-ге дейін отырдым да, 4-ге дейін мен жаңағы рекламаны изучать еттім. Изучать еткеннен кейін, сол кезде мен рекламаға деген конкретно азартым басталды. Азарт деген енді айта алмаймын. Әлі күнге дейін сол рекламаға деген азартым жақсы келе жатыр. Еш жерден курс оқымай-ақ рекламаның бүткіл қыр-сырын білем.
қандай реклама болмасын, сол білгенімді мен командаға үйретем. Сол командам үйреніп, Аллаға шүкір, біздің рекламамыз үзілмеген. Ал енді осы Coral Clubқа келіп сол рекламаны жіберетін болсаңыз, Coral Clubқа дофига адам келеді. Пожалуйста, өтінем, ана біреудің комментариясына алып, біреудің директісіне барып, жаңағыдай комментарий қалдырмаңыздаршы. Смело реклама жібер, болды. Надо будет арзан түрін үйретем рекламаны. Совсем тиын теменге келетін реклама арзан түрін үйретем. Пожалуйста, командама қосыңыз, рекламаны түрін үйретем. Бірақ біреудің барып, себебі компанияның атына кір келтіресіздер. Компания такой элитный, великий компания, жақсы доход төлейді. А сіз реклама ақшаңыз айып, біреудің постның астына комментарий қалдырасыз, 500 балмен директор. Это некрасиво. Не надо. Лучше реклама жібер, мен от үйді үйретем. Артық мен үйретем. Надо будет рекламаларыңызға текст дайындап берем. Надо будет картина берем рекламаларыңызға. Қандай аудитория таңдау керек. Күніне қанша доллар, қанша рубль, қанша күнге қалай полностью информация берем. Сол үшін кешеде мен реклама үйреттім реклама чатында. Пожалуйста, реклама жіберіңіздер. Әлі тіркелмеген 99% адам бар. Еркін самғайсыздар. Бойларыңызда қорқыныш болмайды. Мынандай қорқыныш болмайды. Тіркеле ма, тіркелмей ма, бұрын тіркеліп қойған ба, бұрын тіркеліп қойса, қалай тіркейм деген понятие болмайды сіздерде. Неге? Өйткені 99% әлі тіркелмеген. Бізде әлі конкурент жоқ. Поэтому еркін самғаңыздар. Бизнес әлемінде еркін. Осы Coral Club'тың план маркетингіне. Бұл жерде екі байлық бар. Екі байлық. Бірінші байлық продукциясы. Продукциясы енді такое зерттегенім сонша, ертең бұл продукцияны алатын адам бар ма деген зерттегенім сонша, каждый раз продукцияны зерттеген шайын ғашық болып отырмын. Каждый раз. Екінші байлық, пожалуйста. 10 мастер шығарда ай сайын 50 миллион алып отыршы. 50 миллион таза зарплата. Пожалуйста. Әлі Қазақстанда көп адам тіркелген жоқ. Қазір бастан жақсылап бизнесін бастайтын болсаң, ертең шалқып тасып жоғары жақта жүресің. Сол үшін, қыздар, кеше рекламаны үйреттім. Реклама жіберіңіздер. Біреудің барып посттың астына комментарий қалдырмаңыздар. Өйткені мықты компания, одан бөлек біздің командаға кір келіп жүрмесін. Хорошо? Сосын тағы айтарым, қыздар, мысалы, тіркелген кезде адамдар тіркелген деп жатып сөйлесіп жатасың ғой. Былай дейді, не сатам дейді. Не сатам? Кешіріңіз, мен сатушы жұмысқа қабылдап атқан жоқ. Маған сатушы керек емес. Маған бизнес партнер керек, мықты. Маған бизнес партнер керек, маған сатушы керек емес. Егер сіз сатқыңыз келсе, егер сатып айналысқыңыз келсе, пожалуйста, ана басқа косметика сататын компанияға барып, пожалуйста, сата беріңіз. Той табақ сатасыз ба? Андай шуылдақ сатасыз ба? Пожалуйста, косметика компанияға барыңыз. Үстен тиын тебен пайда көрем десеңіз, пожалуйста, алыңыз да сатыңыз. Маған сатушы қажет емес. Маған мықты бизнес партнер керек. Поэтому Coral Club'қа келетін кезде сатам, сатып үстінен пайда көрем деген понятиелеріңіз болса, алып тастаңыздар. Бұл сататын жер емес, бұл магазин емес сізге. Бұл компания. Сіз бизнес серіктессіз бұл жерде. Енді ойланып қараңыз. Сіз косметика сатып тиын тебен көріп байығыңыз келе ма? Или сіз мастер атанып, ана 14 миллион теңгені алғыңыз келе ма? Недвижимость машина алғыңыз келе ма? Қайсысы жақсы? Сатып каждый раз тиын тебен пайда көрген жақсы ма косметиканың үстінен? Лучше мына жерде миллион доходқа шығып, ана 14 миллион теңгені бағындырып, недвижимость үй алғаныңыз дұрыс па? Қайсысы? Сол үшін сатам деген ойларыңызда понятие болса, алып тастаңыздар. Себебі бұл
мына жерге ешқандай бізге дүкенші сатушы қажет емес. Неге? Өйткені бұл жерде мына Coral Club компаниясында тіркелген кезде сіз ең бірінші өзіңіздің денсаулығыңызды түзейсіз. Мен осы Атырау қаласында біздер 3 күн аяқтай жүрдік қой. Сол кезде біздер 3 күн аяқтай жүрген кезде біз нені көрдік, жаңағы менеджерлерді көрдік. Такой беті аппақ, тап-таза, фигурасы такой идеальный. 60 жаста, біреу 50 жаста, біреу 60 жаста, үшінші апай тоже 60 пен орталығында. Үшеуінің де кортежі бар, үшеуінің де джип машинасы бар. Керім шыққан машинадан түсті. Жағдайдан жасап алған. Олар жағдайын жасап алған, просто план маркетинг бар екен білмеген, потом онлайннан түк те хабар жоқ. А вот біз онлайнды білеміз. Пожалуйста, үйде жатта миллионер бол. Онлайнды әкеліп жатырмыз біздер. Бізбен бірге, пожалуйста, онлайн дамытып алыңыз. Сонда ана кісілердің бетіне қарап отырым. Аймен екеуміз бір-бірімізге қарап көреміз. Біздің бетіміз біртүрлі қызыл, такой шаршаған, сондай. Аналардың беті такой сіп-свежий, аппақ. Сонда олар өздерінің денсаулықтарын өмір бойы тазалап, денсаулықтарын күшті қылып, такой энергетичный жүргенде прям тық-тық-тық күшті жүреді. Андай үшеуі де такой қозғалып, прям андай действительно денсаулықтары көрініп тұр да, күшті екен. И үйін алып, машинасын алып, жақсы өмір сүрген. Сол үшін мына жерде сатам деген дүниені алып тастап, мына жерге келдіңіз бе, ең бірінші денсаулықтан бастайсыз. Мына басыңыздан бастап аяғыңыздың ұшына дейін, бармағыңыздың ұшына дейін, полностью очищение жүреді бұл жерде. Түгел. Әр қалада офисіміз бар, Атырауда офисіміз бар, бүткіл қаламызда офис бар. Офис бар, барлық қалада, кейбір үлкен қалаларда 2-3 офистен бар. Офистердің өзі прям такой шикарный, әдемі, прям. Просто біз білмегенбіз офисі бар екенін, такой мықты компания, оның план маркетинг. Вот біліп жатырмыз, сол үшін бізбен бірге дамып, өсіп алыңыздар. Потом жаңағы мына бүткіл очищение жасайсыз ғой. Очищение жасағаннан кейін уже ол очищениемен бірге сіздің жаңағы ұйқыңыз дұрысталады, бетіңіз ағарады, артық майларыңыз кетеді. Енді қазір продукция туралы бұл жерде Валентина ханым эфирге қосылып айтылатын болады. План маркетинг туралы кеше ғана біздің командада директор болды. Валентина ханым да, Гүлжан ханым да, екеуі де өзінің керемет қылып, біреу план маркетинг туралы айтса, екінші ханым продукция туралы айтатын болады. Міндетті түрде мына эфирді тамашалайтын болыңыздар, себебі көптеген дүниені аласыз. Сонда бұл жерде бұл продукцияның до степені күшті болған сонша, іштегі киста, миома, эрозия, асқазандағы жара, шлак барлығын алып шығады. Түгел. Вот. Сонда сіз бұл жерде өзіңіздің денсаулығыңызды дұрыстайсыз, ең бірінші денсаулығыңызды. Екінші, сіз өзіңіздің керемет болашағыңыз жасайсыз. Үй керек па, мысалы, қара міне, сіз мастер болдыңыз, сізге компания келеді, гүлмен, договормен, прям, деп, например, Фарида болса, Фарида, поздравляю, сен мастер болдың деп келеді. Келгеннен кейін сіздің осы жерде айта кетейін, осы жерде жаңағы ең бірінші сіз директор болған кезде сіздің доходыңыз 60-70 мың теңге сіздің неңізге түседі, кабинетіңізге түседі. Содан кейін серебряный директорден бастап сіздің доходыңыз то мастерге дейін Каспий Голдқа түседі переводпен. То офистен бізге прямой перевод жасайды. Ұмытпаңыздар, мастерге дейінгі сіздің доходыңыз Каспий Голдта перевод жасайсыз, ипі ештеме қажет жоқ. Мастерге дейін сіздің доходыңыз 200 мың, 300 мың, 400 мың, 500 мың, 600 мыңға дейін келіп тіреледі. Уже мастерден кейін ары қарай сіздің 800 мың, 900 мың, миллионнан көп, 2 миллион зарплат басталады. Көп зарплаты, поэтому сізге уже компания договорға отырады, ип аштыртады. Уже ары қарай миллион доходты сіз ипімен аласыз. Сол кезде сіз мастер ашқан кезде Coral Club'тың керемет адамдары келіп сізді прям күшті жаңағы поздравление жасайды, гүлмен,
жаңағы ручкамен договорды алып келеді де сізден сұрайды, сізге компания 13 миллион 750 мың теңге ақша бөлді, енді сіз деген машина аласыз ба, үй аласыз ба, или каждый ай сайын сіз ақшалай шешіп отырасыз ба дейді. Үй алам десеңіз, үйдің 30%-ін төлеп береді де, қалғанын рассрочка қылып компания өзі төлеп беріп отырады. Енді қызықты қараңыз, енді сізге деген астыңыздан мастер шықты. Енді сіз мастер болды екен деп астыңызда қыздар отырмайды ғой, уже оларға да уже үй керек, машина керек, олар да үлкен крупный сумма хочет, күшті зарплата алғысы келеді. И астыңызда мастер шыққан кезде уже компания сізге 16 миллион 500 мың теңге тағы да береді. Тағы да сұрайды. Үй аласыз ба, машина аласыз ба, ақшалай шешесіз ба? Астыңыздан тағы мастер шығады. Мастер шыққаннан кейін екінші мастер тағы крупный премия бөлінеді. Жаңағы мына жерде Камшат айтшы, премиялар қандай еді? Қазір мен мына жерде премиялар қарай жүрейін. Мен деген екі премияны білем, последний жоғарғы тұрған 44 миллион теңге премияны білем да. Қазір мына жердегі маған айта ғой, мына жерге жаза қойыңыздаршы премияларды. Бұйырса семейден ашамыз дейді. Мастер ашыңыздар қыздар, міндетті түрде мастер болыңыздар. Самый күшті кезең мастер. Мысалы, мастер болу үшін есептедім, всего лишь 16 директор керек екен. 16 директор. Любой адам саған 500 балмен директор жасап береді. Любой адам. Директор болу оңай. Оның миында уже тұрады, мен тіркелдім, 50 бал салам, мен ана 4 көршімді алып келем, 5 ағайынды алып келем, сол мен директор болам, 60-70 зарплата алам. Пожалуйста, любой саған қыз директор жасап береді. Дым болмай жатыр ма, пожалуйста, рекламаны тегін үйретем. Жестко, күшті, арзаны керек па, қымбаты керек па, компьютермен жіберетін, без компьютер, без Facebook, Instagram, таргет, там приложение. Пожалуйста, қайсыны үйретесеңіз, любойын үйретем. Любой рекламаны үйретем. Рекламаны жібер, 500 балмен сен директорсың десең, любой қыз саған келіп тіркеледі. 21 миллион 500 мың, жоқ, андай общий бар ғой, полностью мен жіберіп жүрмін ғой осы. Соны жіберіңдерші, андай мынандай миллион деген 40 миллиондар бар ғой, соны жіберіңіздер. Сосын қыздар, бір жақсы, сіздер ең бірінші мен сіздерге айта кететінім, сіздер деген байығыларыңыз келе ма, конкретно, байығыларыңыз келеді ғой, онда сіз ең мықты онлайн жұмысты таңдаңыз. Онлайнның ішінде ең мықтылары сетевойды таңдаңыз. Сетевойдың ішінде ең мықты компанияны таңдаңыз. Қорылқапты. Компанияның ішіндегі ең мықты команданы таңдаңыз. Команда тоже большой роль ойнайды. Үлкен роль. Поэтому сіз Coral Club'ға тіркелетін кезде жақсы командаға түсуді ойлаңыз. Сізге реклама үйрететін, бүткіл информацияны беретін, жаңа керемет бизнес партнер бола алатын. Вот сонда сіз керемет өзіңіздің жағдайыңызды жасай аласыз. Сәлеметсіз, сіз байыңызға дейді, мен миллионермін ғой, мен деген жақсы доход алып жүрмін ғой осы неде. Феберлик компаниясына жақсы доход алып, жақсы кәдімгідей керемет жетістіктерге жеттім. Турцияға барып келдім, Португалияға жолдама алдым, бірақ оның бәрін рисковать еттім. Қазір доход бәрін рисковать етіп, бүткіл командамен осы Coral Club компаниясына келдім. Бір жақсы, қазір енді пока доход жоқ, Феберликтен басқа. Феберликтен бәрін рисковать етіп мен осына келдім. Енді қазір мен осы Coral Club'тамын, енді бастап жатырмын, енді доходқа шығамын. Енді Coral Club'та қыздар бұл жерде каталог бір ай. 3 апта сайын емес, бір ай. Каталогтың басынан бастап, бірінен бастап, 31-іне дейін, пожалуйста, қандай звание ашқың келеді, спокойно отырып ашуға болады. Уақыт
спокойно жетеді. 3 апта болып қалды, каталог жабылайын деп жатыр, ондай жоқ. 1 ай уақыт беріледі. Қандай званияға жеткіңіз келеді? Пожалуйста. 500 балмен директор, 1000 балмен серебряный директор, 2000 балмен золотой директор. 1 айдың ішінде 2000 балды спокойно жасап тастауға болады, егер сіз Фебрик компаниясына лидер болған болсаңыз. А егер сіз Фебрик компаниясына или басқа бір компанияда, Арафлейм, Эрса компаниясында сіз директор болған болсаңыз, онда сіз золотой директор, сіз уже жаңағы изумруд, лучше бриллиант директор. Или максимальный мастер. План қойып тастаңыз өзіңізге. 1 айдың ішінде үлкен шаруа бітіруге болады, тауға баруға болады. Уақыт жеткілікті. Мен қазір бүгін январдың 3-і Айманның несінде жаңағы отчетында көрдім, 500-ге жуық адам тіркеліп тастаған. Менің өзімде 300-ге жуық адам бар, тіпті 300-ден асады, е. Қаншама заказ салып тастады уже. Вот. 1 айдың ішінде үлкен іс тындыруға болады. Сол үшін келіп, әлі де кеш емес, бүгін 3-і, қазір тіркеліңіз, 27 күн бар каталог жабылам дегенше, 27 күнге дейін сіз бір шама звания ашып тастай аласыз. Себебі любой адам сіздің рекламаңызға топ етіп түседі. 500 балмен директорсың дегенге, любой қыз саған келіп директор жасап бере алады. Кто не хочет 60-70 зарплаты. Потом бізге зарплата февральдың 5 күні түседі. Февральдың 5 күні түседі. Қазір сіздерде доход жоқ па, звания ашылып жатыр ғой деп жатқан адамдарға менің айтатын ответім. Біздер осы январ айында келдік. Январдың 1-інде келдік, бүгін 3-і. Уже командамнан 4 директор шықты, даже одан көп шыққан болар, мен әлі отчетын қарай қойған жоқпын. Явны каталог жабылам дегенше мастер ашатыныма сенімдімін. Командадан мықты-мықты званиялар шығатынына сенімдімін. Бұйырса, февральда уже біздің зарплатымыз түсетін болады. Сол кезде міндеттерді сіздерге жақсылап тұрып көрсететін боламыз. Доход жоқ қой деген адамдарға. Және де бізден бұрын 1 ай бұрын, 2 ай бұрын келген қыздар бар. Яғни біздің жаңағы жоғарыдағы наставниктер. Солардың басқа линиясында қыздары күшті доход алып жатыр. Даже көзімен көрдім. Бірнеше қыздардың действительно офистен перевод жасалған. Прям еще крупный сумма такой. Қызығасын анаған қарап. Мә деп, ана февральға дейін күшті звания ашып тастайтын болдық қой деп. Ертең міне 3 январ, 5 январда сол қыздар доход алып жатады. Ана бұрын тіркелген қыздар. Біздің үстімізде наставниктің басқа линиясында қыздар. Даже үстімізде наставниктер доход алып жатады. Миллионға жуық алып жатса, таңғалмаңыздар, ертең мен сториске салатын боламын. Міндетті түрде қарайтын болыңыздар. Шолпан ханым, кешіріңіз, маған адам келіп жатыр. Пожалуйста, сықып тіркеп алыңыз. Енді қыздар, қазір деген міндетті түрде эфир сақталады. Қазір мына бір эфирді сақтап болғаннан кейін мен деген бұл эфирге Валентина ханымды қосатын боламын, және директор болған Гүлжан ханымды қосатын боламын. Эфирді соңына дейін міндетті түрде тамашалаңыздар. Именно сіздің іздеп жүрген сұрағыңызға жауап ала аласыз. Сол үшін мына эфирді өзіңізге сақтап қойын бұл. Алыңызда ссылкасын, алыңызда өзіңіздің статусыңызға қойып тастаңыз. Бұл Coral Club деген компания туралы жақсылап білсін. Coral Club'та жақсы ақша төлейді. Не үшін жақсы төлейтінін айтайын ба компанияның? Бұл Американыкі. Американың мемлекетін жақсы білесіңдер. Далада жатқан даже бомждарына дейін жақсы ақша төлейді. Пособие төлейді далада жатқан жаңағы бомждарына. Ал біз оның қасында бизнес партнеріміз. Поэтому бізге за доход жақсы төлейді. Неге бұл көп ақша дейтіндерге мен ответім, бұл американский компания, элитный компания, Канаданыкі. Поэтому бізге шетелдікі Американыкі болғаннан кейін бізге жақсы ақша төлейді. Бұл андай халям-палям, андай-мындай компания емес сіздерге. Түсіндік қой да, қыздар? Сол үшін осы жерге келіп, өзіңіздің керемет болашағыңыз жасап алыңыз. Қазір конкурент особо жоқ, конкурент жоқ. Қазір 2-ның бірі тіркеліп қойды деп қиналып отырмайсыз. 99,9% әлі тіркелмеген Coral Club'ға.
Сосын қыздар бір не айта кетейін, перерегистрация мүлдем болмайды бұл жерде. Перерегистрация мүлдем болмайды. Егер сіз перерегистрация жасайтын болсаңыз, мысалы бұрын тіркеп қойған, мысалы Айжан деген қыздар келіп қайтып тіркейсіз ғой, Айжан астына қырғын команда құрып бересіз. Ертең жеме-жемге келген кезде Айжан бүткіл командасымен алады да бұрынғы орнына қоя салады. Жақсы ма саған? Поэтому өзің үшін, ой жоқ, тіркелген адам тіркей алмаймын деп өзіңізге өзіңіз кәдімгі сразу отказ жасай аласыз. Мен мысалы алмаймын бұрын тіркелген адам. Ертең мен оны өсіріп бүткіл командасын кетіп қалса, маған интересно, поэтому мен алмаймын. Соны до такой степени честный компания, да, көрдіңіз ба? До такой степени честный. Сол үшін бұл жерде перерегистрация деген болмайды. Адам тіркейтін кезде мұқияттылықпен тіркеңіз. Перерегистрация міндетті түрде қабылдамаңыздар. Тіркелгенге қанша ақша төлейді? Тіркелу тегін. Егер сіз доход алғыңыз келсе, минимальный, как потребитель болып жаңа отырамын, какой-то жаңағы зарплата жасамаймын десеңіз, сіз по-любому бұл жерде доход аласыз. Сіз бар жоғы 12 балл, яғни 8.000-ға или 6.000-ға зарплата, 6.000-ға 8.000-ға сіз заказ жасайсыз, сізге компания ақша төлейді. Астыңыздағы заказ алған командадан какой-то 5% сізге зарплата қылып қияды. Но бірақ қыздар айтатын, мелочтанбай, лучше 50 балыңыз жастап, конкретно бизнеске басымен кірісіп кетіңіз. Серьезно қараңыз, жақсылап жұмыстаныңыз. Әлі нарық таза, әлі Coral Club енді танылып жатыр. План маркетинг күшті екенін білсе ертең бүткіл қазақстандықтар қаптайды. Сол үшін жақсылап тұрып, осы бастан баспен іске кірісіңіз. Ертең мастер болған кезде демаласыз, пока не надо демалуға. Жақсылап баспен кіріп жұмыс жасаңыз. Қыздар, надо будет. Мысалы, біздер Фебрик компаниясына жұмыс жасап жүрген кезде біздер директорлер болып түрік тілін үйрендік. Түрік тілін үйреніп, біздер Турцияға шықтық. Турциядан адамдар тіркедік, түріктерді тіркедік. Түсінесіңдер ма? До такой степени біздің жақсы жұмыстанған сонша, Турцияда Фебрик компаниясы ашылғаннан кейін түрік тілін түнге қарай біз үйреніп, оқып, изучать етіп, Турциядан адам тіркеп, түрік тілінде картина дайындадық, түрік тілінде текст дайындадық, түрік тілінде видео түсірдік, түрік тілінде біздер жаңағындай рекламада келген адаммен сөйлесу текстін дайындадық. Сөйтіп Турциядан адам тіркеуді бастадық. Ал бұл Coral Club, пожалуйста, рекламаны үйреніп алыңыз. Шетелге қалай реклама жіберу керек, оны да үйретем сіздерге. Қырғызстанға шық, Өзбекстанға шық, Тәжікстаннан адамдар жазып жатыр. Тәжікстанға шық, Google переводчик аман болсын. Поэтому, қыздар, рекламаны біздің командадан келіп жақсылап үйреніп алыңыздар. Но, конечно, бірінші очередь біздің командаға тіркелесіздер. Рекламаны жақсылап үйреніп аласыздар. Пожалуйста, Қазақстанға реклама жіберіңіз. Дым болмай жатса, Қырғызстанға шығыңыз, Өзбекстанға шығыңыз, шетелге шығыңыз. И сөйтіп үлкен команда жинаңыз. Демалмаңыз. Мастер болғанда, ертең премияңызды алып, недвижимость үйіңізді, машинаңызды алған кезде демаласыз. Пока баспен кіріп жұмыстаныңыз. Серьезно қараңыз. Егер сіз Coral Club'қа серьезно қарайтын болсаңыз, сізге ол 2 есе серьезно қарайды. 2 есе серьезно қарайды. Баспен кірсеңіз, сіз күтпеген сыйлар күтіп тұр ертең. Мына мен Фебрик компаниясында баспен кіріп жұмыстандым, Аллаға шүкір, қанша, мен осы кезге дейін 25 миллион ақша тауыптым. 2 жылдың ішінде 25 миллион теңге ақша тауыптым, да. Ол туралы тағы пост саламын бұйырса. Өмірімде алғаш рет шетелге шығып көрдім мен. Фебрик компаниясына көп рахметімді айтамын. Осы жердің Фебрик компаниясында мен деген жаңағыдай өз-өзімді таныдым, талантым бар екенін көрдім. Осы сетевойға баспен кіріп жұмыстандым. Мен күтпеген қаншама сыйлар берді. Мына Фебрик компаниясы мен күтпеген қаншама сыйлар берді. Шетелге де шықтым, премиямды алдым, күшті достар таптым, ананы изучать еттім, мынаны заманауи білім, өз-өзімді дамыта бердім, да, жақсы, да. Ал енді мына Coral Club двойной
результат, сый күтіп тұр сізді. Сіз серьезно қарайтын болсаңыз, Coral Club компания сізге двойной серьезно қарайды. Сіз күтпеген керемет сыйлар дайындап тұр. Сол үшін баспен кіріп, жақсылап, жатпай тұрмай жұмыс жасаңыз. Жұмыстаныңыз. Сізге Алла тағала мүмкіндік берді. Алла тағала мүмкіндік берді. Онлайн жұмыспен жұмыстансыншы деп бізге телефонды жаратты, бізге мына интернетті жаратты. Алла тағала бізге мынандай сетевой деген дүниені жаратты. Бізге жақсы мүмкіндік берді. Так, мына жерде тіркелемде отырған қыздар, егер біздің Айман Шолпанның командасындағы, Айман Шолпанның структурасындағы қыз біз десе, тіркеле беріңіздер. Хорошо, біздің команданың қыздарына, пожалуйста, осы жерде менің қыздарым телефон қалдырады, жақсылап тұрып тіркеле беріңіздер. Сіздерге как раз ол қыздардың рекламасы жүріп тұр. Сіздерге явно адам тіркейді. Ол жағынан 100% гарантия берем. Қыздар, қараңыздар, Алла тағаламның берген мүмкіндігі шексіз бізге. Көп балалы ана бар, үйден шыға алмайды. Сен көп балалы анасың ғой, пожалуйста, сен үйде отырып, міне сенің нәпақаң, міне мынау сенің бизнесің деп онлайн жұмысты берді. Балдары қасында, пожалуйста, жұмысын жасайсың. Например, болады да біреу прям шалықтасып өмір сүргісі келеді, миллионер болғысы келеді. Баратта неден бастарын білмейді, ол бірден ресторанын ашып жіберуге ақшасы жоқ. Шетелге асып кетейін десе, шетелге шығу тоже қиын. Шетелден можно, да, ана Кореяға барып миллион теңге ақша табуға, я. Шетел аспай Қазақстанда миллион табуға болатын. Міне сізге живой пример. Сізге Алла тағала міне деп онлайн жұмысты беріп тұр. Вот, пожалуйста, деп. Компания керемет сізге план маркетинг беріп тұр. Керемет продукция беріп тұр. Самый 2 байлық осы жерде бар. Әлемде байлық көп қой, мысалы, жаңағыдай отбасы, тағы басқа жаңағы неше түрлі байлықтар бар ғой, бірақ соның ішіндегі 2 байлық осында бар. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық дәулет. Яғни дәулеттің ішінде путешествие, машина, үй, миллион, миллиардтаған ақша бәрі кіреді. 2 байлық осында. Вот, компанияның беріп тұрған мүмкіндігі сізге денсаулығыңызды дұрыстай отырып миллиондаған ақша табуға компания керемет мүмкіндік беріп тұр. Үшінші, біздің команда мүмкіндік беріп тұр. Біздің команда сізге от үйді компания туралы айтатын болады. Біздің команда, Айман Шолпан структурасы, сіздерге рекламаның түр-түрін үйретеді. Рекламадан келген адамдармен қалай сөйлесу керек үйретеді. Продукцияны неше түрін үйретеді. Бізде орысша чат бар уже, қазақша чат бар. Қырғызстаннан команда алып келем десем, пожалуйста, Қырғызстанның чатын ашып берем. Бізде 21 күн сайын, жаңағы бір ай сайын график қойып тастадық. Бір айдың ішінде күніне 2 қыз обучение өткізеді. Керек десеңіз Zoom бар. Zoomға қатыстырамыз. Одан қалса эфирлер болады. Бүгінгі Валентина ханым мен Гүлжан ханның эфирін міндетті түрде тамашалаңыздар, хорошо? Пожалуйста, бүткіл жағдайыңыз жасаймыз команда болып. Поэтому Алла тағаланың берген мүмкіндігін, компанияның берген мүмкіндігін, команданың берген мүмкіндігін жақсылап тұрып пайдаланыңыз да бизнес әлеміне самғаңыз. Шарттаңыз, жасаңыз өзіңіздің болашағыңызды. Сіздің де хақыңыз бар шетелге шығуға. Кстати, қыздар, шетел демекші бар ғой. Шетел демекші қыздар, мына жерде бар ғой. Бір жақсы, мына
мастер боласыз ғой. Мастер болғаннан кейін мастерден кейін жаңа бірдеме мастер ұстау керек, мастерден кейін тағы бір 40 директор шығару, ондай понятие жоқ. Мастерма болды өмір бойы сен жылына 2 рет или жоқ, ана 2 рет путешествие бар, ол басқаша бір самый путешествие бар да, 1 рет демалатын, жылына 1 рет. Күшті путешествие. Андай Турция, Мурция, ондай емес. Нью-Йорк, Жапония, Ұлыбритания, үлкен мемлекеттерге барып демалады екенбіз. Күшті да? Рахат, мысалы мен Нью-Йоркке барып көрмедім, мен Канадаға барып көрмедім, Жапония ол мен тіпті түсіме де енген емес. Такой үлкен мемлекеттерге барып рахаттанып демаламыз, путешествие. Вот, пожалуйста, демалыңыз сізде. Бұл жерде мынандай қатып қалған қағида жоқ. Сен мастер ашқаннан кейін тағы бір мастер ашу керек, или астың тағы мастер шығару керек, или мынандай количество директор болу деген понятие вообще жоқ. Мастерсің бе, бітті. Зеленый. Өмір бойы шетелге шығып жүре бересің. Прям рахат. Е? Көрдіңіздер ме, қыздар? Сол үшін сіздің де шетелге шығуға хақыңыз бар. Сізде әлемді аралауға хақыңыз бар. Сізде миллиондап зарплата алуға хақыңыз бар. Сізде үй алуыңызға хақыңыз бар, недвижимость. Үкіметтен күткенше лучше осы жерден онлайн жұмысыңызды жаңағыда дамытып, онлайн жұмысыңызды дамытып, жаңағындай үйіңізді алыңыз. Үкіметтен бірдеме күткенше, үкімет үй береді дегенше, лучше өзің миың бар, санаң бар, көзің көреді, қолыңда соткың бар, пожалуйста, дамыт та. Үйіңді ал, машинаңды ал. Неге сен біреуге сенесің, өзің басың бар кезде, өзің аяқ қолың сау кезде, қолыңда соткың бар кезде, интернет бар кезде, не үшін сен біреуге сенесің? Өз жағдайыңды өзің жаса. Мүмкіндік беріп тұр, мен айттым, ана Алла тағала мүмкіндік беріп тұр, компания мүмкіндік беріп тұр. Еще команда жақсы мүмкіндік береді сіздерге. Конечно, каждый каталог балл деген, мысалы қарам, осы январ айында біз кәдімгі керемет жаңағы немізді жасаймыз, балымызды жасаймыз. Сол тауар оборот жасаған үшін компания бізге келетте, тауар обороттың шетінен бізге зарплата бөледі. Келесі каталогте біздің балымыз күймейтін болса, қаяқтан ақша береді бізге? Тауар оборот жасамасақ, онда ол рахат-рон деген сөз. Поэтому каждый каталог сайын, жылына 12 рет, каждый каталог сайын 50 балл жасап отыру, тауар оборот жасап отыру, ол яғни любой компанияда бар, любой адам өзінің компанияның условиясы бар, вот 50 балл жасап отыру. Және де қыздар бір жақсы салыстырмалы түрде басқа компаниялармен қарағанда, Coral Club компаниясы тауар обороттың 40%-ін бізге зарплата қылып қайтарады екен. Ал басқа компаниялар всего лишь 5%-ін ғана жаңа тауар обороттың зарплата қылып қайтарады. И то 5%-ін ана директордың астындағы, жаңағы оның астындағы шыққан бүткіл қызға бөліп береді, 5% директорге береді, одан астына түгел талпа қызға 5%-ін барлығын береді. Ал мына жерде тауар обороттың 40%-ін бізге береді. Қандай рахат. Сол үшін қыздар, реклама үйренем дейтіндеріңіз болса, пожалуйста, біздің чатқа қосылыңыздар, 50 балыңызды салыңыздар, бизнес партнер атаныңыздар. И мен сіздерге жақсылап тұрып рекламаның қыр-сырын үйретем. Вообще ешкім, даже до такой степени маған бір таргетолог келді. Мен дейді маған, мен сіздің рекламаңызды жүргізіп берейін, жаңағындай, мен мықты таргетологпын, сіз жаңағы командаңыз болса, командаңызға айтыңыз деп. Сосын мен айттым, менен артық ешкім реклама білмейді, поэтому не надо десем, жоқ, мен жақсы білем деп қоймайды ер адам. Сосын мен айттым да оған, ал айтшы, Facebook бизнес аккаунт қой, неше аккаунт болады дедім. Бір автоматтың түрде бір дейді. Қарадым да, нет дедім, рахмет, сау болыңыз.
фейсбуктың ішінде бір аккаунт болмайды, бизнес аккаунт. Нешеу болатын, обучениеде айтамын, но бірақ бір фейсбуктың ішінде бір аккаунт болмайды. Поэтому мен оның рекламаны жақсы білмейтінін білдім де шығарып салдым, нет деп. Сол үшін қыздар, рекламаның сіздерге қыр сырын от үйде үйретемін. Сосын қыздар, Фэббеле компаниясында біздер конкурент көп болған сонша біз розыгрыш ойнататынбыз. Розыгрыш көп ойнаттық да біз. Мына жерде розыгрыш жоқ, осы бастан айтып қояйын. Неге? Өйткені бұл жерде любой адам өзінің денсаулығын емдеуге келеді. Бұл жерде конкурент жоқ. Бұл жерде доход супер. Поэтому мелочтанып розыгрыш ойнатпаймыз. Осы бастан ескертіп қояйын. Но бірақ біздің Айман екеуміздің жақсы бір күшті жаңалығымыз бар. Жақсы бір жаңалығымыз бар Айман екеуміздің. Кім біздің командаға келіп тіркеледі, кім мастер ашады, сол адамға әдемі кожный ақ кресло, әдемі ақ ноутбугымызды алып, соның қаласына барып, гүлмен поздравление жасап, ақ кресломызды, ақ ноутбугымызды беріп табыстаймыз. Естеріңізде болсын. Кім келіп, біздің командаға тіркеліп, мастер ашады, сол адамға Айман екеуміздің атымыздан керемет осындай сыйлық. Чтоб біздің бизнес серіктесіміз болғаныңыз үшін. Түсінікті ғой, иә? Так, продукция халал ма деп жатыр. Ол туралы қазір біздің директорлеріміз айтатын болады. Сол үшін міндетті түрде эфирді тамашалайтын болыңыздар, және бұл эфирді өзіңіздің статусыңызға қойып алыңыздар. Бұл Coral Club туралы толық ақпарат біліп, команда туралы біліп, өзінің жаңағы керемет бизнесін құрса болады, иә, қыздар? Мастер қалай ашу керек дейді. Мастерге мысалы жаңағы мастерде уже доход. Мен кеше тіркелгенмін, маған саналады ма? Не санала ма? Который мастер болу ма? Конечно, любой. Бұрын тіркелген болса да, біздің жаңа командаға осы 3 күн бұрын тіркелген болсаңыз да, енді тіркелетін болсаңыз да, қазір тіркелсеңіз де, кім мастер ашады, қойт мастердің астынан мастер шықса да, аппақ кожный кресло, аппақ әдемі ноутбукты алып, именно сол адамның қаласына барып, гүлмен прям кәдімгі салтанатты түрде поздравление жасаймыз. Сіздер білесіздер, иә, мен ана Фэббеле компаниясында директорлеріме сертификат, жаңағы премия беріп, әншілерді шақырып, прям күшті керемет шоу жасайтынбыз, иә. Біздер деген Шымкент қаласында болдық, Алматы қаласында бірнеше рет болдық, Түркістан қаласында болдық, Атырау қаласында керемет эфирімізді өткіздік, иә. Сол сияқты керемет танымал жұлдыздардың шақырып, жаңағы бүткіл директорлердің басын қосып, сертификат табыстап, жаңағыдай тоже жаңағы эфир сақтаймын. Жаңағы не істегенді, жаңағы золотой директор ашқан, серебряный директор ашқандарға біз ақ кресло сыйладық. Оны өздеріңіз білесіздер. Білмесеңіздер, мен инстаграм қопарып шығыңыздар, қандай жетістіктері болған. Вот сол система мына жерде де қолданамыз, командалық системаны. Яғни жаңа мастер аштыңыздар, бұтты сіздің қалаңызға барып керемет жаңағыдай салтанатты, который гүлмен, прям андай күшті сыйлығымызбен барып құттықтаймыз Айман екеуміз, иә. Сосын бізде команданың бір жақсысы, бізде вечно обучение үзілген емес, міндетті түрде обучение үзілген емес. Бізде жестко мықты обучение бар. Енді жақын арада орыс тілді жаңа обучение шығарып жатырмыз. Ертең график қойып беремін. Обучениелер жестко, поэтому сіз тез үйреніп алып, жаңағыдай ары қарай сіз өзіңіздің бизнесіңізді дамытады деген үміттемін. Мына жерде SMM Boutique деген бар екен, хабарласыңыз деп тұр. Менің мықты қызым, хабарлассаңыздар болады, пожалуйста. Енді қыздар, тағы да менің айтатыным, егер мына
мына жерден вдруг бір жаңағы директорлер қарап отырған болса, например, Аллаға шүкір, басқа бір компаниядан бір емес 5 директор келді, 5-еуі менде қазір жақсы жұмыстанып жатырмын. Аллаға шүкір, командасын алып келіп жатыр, тез-тез изучать етіп, рекламаны үйреніп алып, күшті ары қарай бизнесін құрып жатыр. Если тағы да осындай директорлер болса, пожалуйста, маған прямой жазыңыз, мен сізбен өзім жеке отырып сөйлесемін, и мен сізді жақсы жерге орналастырып, ары қарай керемет бизнес серіктес болуға дайынмын. Егер мені командасымен келетін директорлер тамашалап отырған болса, хоть командасы болмаса да, пожалуйста, любой адаммен мен қазір Айлин 1 минут. Сол сияқты қыздар, пожалуйста, обращайтесь. Мына жерде комментарий жазып отқан қыздарым барлығы мықты, барлығы уже план маркетинг жақсы білет, командада жаңағы Coral Club туралы системаны түгел білет, продукцияны жетік меңгеріп жатыр. Осыларға хабарласып тіркеле берсеңіздер де болады. Осында отырған менің қыздарым бәрі мықты қыздар. Және де қыздар, тағы да тамашалап отырған қыздарға айта кетейін, вдруг новичоктар бар болар. Қыздар, бос отырмаймыз. Продукцияны изучать ете беріңдер. Продукцияны изучать ете беріңіздер. Және де план маркетингті изучать етіңіздер. Например, біздер алдында Атырау қаласында болдық қой. Атырау қаласында офиске бардық. Бізге жаңағы айтамыз ғой, жаңағы план маркетингті айтшы десем, бізге айналып келіп продукцияны айта береді. Енді прям анау бар ғой, прям анау бәлен жыл стажы бар бір врач сияқты. Ананы ішкенде анау жестко айтады да, прям продукция қандайға пайдасы бар, не қандай жаңағыдай, қай жеріне пайдалы, не істейді, балаға не ішу керек, үлкен кісіге не ішу керек, күшті айтады да, прям әбден продукцияға жатып адамдар лечить ете берген ғой олар. Сол үшін қыздар, продукцияны жақсылап тұрып меңгеріңіздер, изучать етіңіздер. Хорошо? Себебі ертең сіздің командаңызға келеді, біреулер денсаулығын ойлап келеді, мен ана жерім ауыратын еді, мына жерім ауыратын еді, мен не ішем деген кезде сіз отырмайсыз ғой. Біреудің дайын видеосына жібере салып айтасыз, апай, мына жерге мынандай, бірінші очищение жүргізесіз, одан кейін мынандай жүргізесіз, одан кейін жаңағы мынаны ішесіз, ұйқыңыз дұрысталады, қандай етіңіз кетеді, бүйтін, осылай. Поэтому продукцияны жақсылап изучать етіңіздер, сауатты түрде изучать етіңіздер. Керек десеңіз, офиске барыңызда, сонда отырған менеджерлерін үйреніңіз. Олар менеджерлер сіздерге қуана үйретеді. Неге? Өйткені менеджерлер сол жерде, олар компанияның адамдары, олар әр ісіне жауапкершілікпен қарайды. Ол менеджерлер ертең бізге мастерге дейінгі доходты, бізге Каспий Голдқа перевод жасайтын сол менеджерлер. Поэтому қалаңыздағы менеджерлермен жақсы араласып, сол жерден изучать етіңіз продукцияны, біліміңізді арттырыңыз. Например, мысалы алдында мен бір кісіні тіркедім, Орынша деген кісіні тіркедім, өзі тіркеліп қоймай 40 адам алып келді. Менің келінімнің аяғы ауыратын еді, менің жаңағы үлкен балам астроқондроз, жаңағы арқасы осындай, менің ана қызымда жаңа андай болып жатыр, мен немерем үстінде қышиды, кетпейді, 3 жыл болды, 3 жылдан бері арпасып келатырмыз. 40 үйінде ауру сырқауын әкелді деп сық етіп тіркеді. Пожалуйста, уже директор. Сөйтіп, ертең көп адам өзінің 2-ның бірі ауырады қазір, любой. Менің де, мысалы, мен өзім денсаулығыма бола келдім де, денсаулығым жаңағы продукция, мен жаңағыдай бір күшті дәл менің диагнозымде, мысалы, жаңағыдай не бар екен да, андай емделген адам бар екен да, мен жаңағы, білмеймін, андай құнттамаймын, жаңағы клиникаға баруға, анаған баруға құнттамаймын. Сондай адам болады, өзі құнттамайтын, жүре беретін, сондай адамды енді осы жерге келіп, осы жаңа очищение жасап, осы таблеткалерді, жаңа баттарды ішетін қуанып отырмын, денсаулығым дұрысталатынынан. Сол сияқты қыздар, осы жерде денсаулықтарыңызды дұрыстап алыңыздар, және денсаулығын түзейтін адамдар келеді. Сол үшін сіздер міндетті түрде продукция туралы жақсы меңгеріп алуларыңыз керек. Сосын тағы да менің айтатыным, бұл жерде, мысалы, например, қыздар, менің тағы бір айтатыным, любой адам ауырады, например, сосын клиникаға барады.
сосын қырығын назначение береді, мынадан кейін мынаны ішесің, әбет кейін мынаны ішесің, мынаны ішесің, мынаны ішесің, мынаны ішесің деп, да. Бірақ құнттамайды. Ал мына жерде құнттайды. Неге екенін айтайын ба? Өйткені күнде сол продукция туралы айтылады, жұмысың сонымен связаны. Сіз уже сол ішіп жүрген, сіз уже WhatsApp-та аштыңыз ба? Ана керемет жаңа нелеріңіз, жаңағы витамин таблеткалеріңіз есіңізге түседі. О, дейсіз де барып құнттап уже ішесіз да, кәдімгі уақытылы, кәдімгі керемет қылып. Себебі сіздің жұмысыңыз, сол денсаулығыңыз екеуі связаны болғаннан кейін сіз уже серьезно дұрыс қарап бастайсыз. Жаныңызға батпағасын жүре беріңіз ғой дейді, сол ғой. Ал енді қыздар, мына эфирді сақтаймын, эфирді жан жаққа таратуға рұқсат. Және де қыздар, тағы да айтамын, команда үшін рисковать еттім, команда үшін керемет болашақ жасағым келді. Рисковать ету оңай болған жоқ, 5 күн бойы жүрегім тулап ұйықтаған жоқпын. Енді крупный жаңағы зарплатамен рисковать ету, енді ол тем более 21 күн сайын депутаттың өзі ондай 800-900 мың алмайтын шығар. Сөйтіп жаңағыдай 5 күн тулап не істеймін, қалай болады, не болады деп, сөйтіп кәдімгідей 5 күннің ішінде зерттеп, 1 күннің ішінде бітіріліп, бүткіл командамен көшіп шыға келдім. Командаға керемет болашақ жасағым келді. Ана ұлт жанашыры деп біздер Айман екеуміз неге Алматыға барып келдік қой. Ұлт жанашыр десе ұлт жанашыры шығармыз, енді мақтанғаным емес. Вечно Айманда өліп барады, командасын ойлап та, команданы ойлап жүреміз. Қыздар, әрбір қызды ойлап жүреміз. Әрбір қыздың новичок па, ол директор ма, бізге Никан айтты. Барлығының бізге бірдей қараймыз. Барлығына бірдей дәрежеде қараймыз. Ол директор ма, ол новичок па, ол лидер ма, барлығына бірдей қараймыз. Мына жерде қыздар біледі, оны кәдімгі действительно жаңағыдай бірдей қарап, бірдей барынша көмектесіп, әр қызға жеке отырып сөйлесуге уақыт табатынбыз, қыздар, айтыңыздаршы. Сол үшін жаңа команда үшін өстіп кәдімгідей рисковать етіп келдік. Көп деген, ана жерде 50 қыз зарплата алғанша, лучше 50 қыз зарплата алғанша, лучше 2000 шақты қызым зарплата алған жақсы маған. Сол үшін осындай керемет компанияға келдік. Жақсылап тұрып зерттесеңіздер болады. Бұл компания туралы жақсылап, продукцияларына жақсылап тұрып зерттеңіздер. Осымен қыздар, эфир аяқталды. Қазір сізге эфирге Валентина ханым, Гүлжан ханым шығатын болады. Міндетті түрде эфирді тамашалаңыздар. Мен мына эфирді сақтаймын. Қыздар, 5 минуттан кейін эфирге қайтып қосыламыз.